Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге қант қосылған булочканы әзірлейтін боламын. Өте дәмді және қарапайым үй жағдайындағы заттардан жасалатын булочканы менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін мінекей ұнымызға 2 жұмыртқаны қосамыз, одан кейін тұз саламыз, содан кейін қант қосамыз және де сұйық майымызды қосамыз. Содан кейін 1 ас қасықтай дрожжымызды саламыз, аштығымызды. Одан кейін шамалап мен шай қасықпен ванилин қостым. Осылайша барлығын үстіне жылы сүтімізді құйып, қасықтың көмегімен араластыратын боламын. Содан кейін басын біріктіріп, қолдың күшімен жұмсақ қамыр илейтін боламын. Мінекей, енді осылай қолмен барлығын басын біріктіріп, қазір мен жұмсақ қамырды илеп, содан кейін 1 сағатқа көтерілгенше демалдырып қоятын боламын. Мінекей, бетін жауып, содан кейін жылы жерге қойып қоямын. Мінекей, 2-3 сағат өтті, менің қамырым көтерілді. Енді қолымды шамалап майлап, осылай бөліктерге бөліп, мінекей, осылай қолдың көмегімен немесе пышақтың көмегімен осылай бөліктерге бөліп алатын боламын. Содан кейін оқтаудың көмегімен қамырды жайып, ортасына қант себелеп, түрлі формадағы булочкаларды жасайтын боламын. Мінекей, енді осы булочкалардың бөліктің барлығын осылай оқтаудың көмегімен осылай жайып алып жатырмын. Содан кейін осының үстіне майлап жіберіп, енді осының үстіне кішкентай шай қасықпен қант себелеймін да, содан кейін дөңгелектеп орап, осының үстін пышақпен кесемін. Сол кезде осылай ашылады аралары. Содан кейін қайырып, екі шетін жабыстырамын. Мінекей, осындай шекер қосылған, қант қосылған булочка шығатын болады. Қалғандарында дәл осылай қайталап шығамын. Мінекей, осылай қант себелеп, содан кейін қолдың көмегімен орап, одан кейін ортасын осылай пышақтың көмегімен кесіп, содан кейін екі шетін осылай қосамын. Сол кезде әдемі круглый дөп-дөңгелек болып булочкалар шығатын болады. Мінекей, дайын болды. Енді осының үстінен жұмыртқаның сарысын жағамын әрине. Содан кейін 180 градуста 30 минут, 35 минутта булочкаларды пісіріп алатын боламын. Мінекей, менің булочкаларым дайын болды. Достар, рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып, және де каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.